Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Мен Балтанияз Жақсыбай Сәрсенбаевич. Бүгін дендрология пәнінің екінші лекциясы, яки теректердің морфологиясы, тіршілік түрлері һәм дауамилығы, фенологиялық бақылаудың ахметі атында сіздерге түсінік берудемін. Бұл слайдымызда, демек, ағаш бұтақ түрлерінің яки морфологиясы. Морфологиясы дегеніміз сөзі грек тілінен алынған болып, форма яки білім, талимат, мына теректің сыртқы демек көрінісін әмде сырт көрінісін үйренетін пән бөлісін алады. Ал тоғайдың морфологиясы болса, демек тоғай фитосинозының сыртқы белгілерінің жемісі. Тоғай фитосинозларының әр түрлі ярустарда иелеген аттындағы иелеуін үйретеді. Бұл жерде терек, өсімдік, тоғай асты, топырақ асты, бірақ бұл демек компоненттер жер үсті бөлігін құрайды. Ағаш теректі бұл слайдымызда терек бұталарымыздың демек өсіп шариғатына байланыстылығы бүйеде келтірілген слайдымызда яки қандай? Мысалы, бір бағаналардың биіктілігі яки 25-40 метр диаметрі болса, нөлбіз 1,5 метрге шейін болады. Ал ашық жерлерде терек түрлеріміз көп бағанаға ие болады, яки мына жерлерде қандай? Көп бағаналардың биіктілігі 10-20, диаметрі 0,5 яки 50-60 сантиметрге шейін жетеді. Ашық жерде болса терек түрі ен яки қапталға көп бағанаға ие болуына алып келеді, шақалануының кең шақалауына алып келеді. Ал тоғайларда болса, бұл жерде сондай үріс пайда болады, ярусқа деген, яки бұл жерде көп ағаш түрлері бір денелі, денесі кронасы, яки бағанасы туры болып өседі. Демек, ағаш бұталарымыздың үйренуінде бұл жерде демек ботаник алым Карл Линнейдің систематикасы бар, яки бұл жерде қандай? Әмес терек болған менен, бұл жерде тереклердің мүйесіне қарап, отанына қарап, сол систематикаға салған. Яки сол тұт ағашы болса, яки ондан тұт ағашымыз бірнеше түрліге бөлінеді, олардың мүйесіне реңіне қарап бөлінген. Қара тұт, яки ақ тұт, қызыл тұт, яки онан басқа. Оның демек мәжнун деген формаларымыз бар, олардың форма, яки сол мәжнун терең болса өскеннен соң, сондай түрлі систематикаға салған. Демек, бұл жерде әрбір терек бұталарының дендрологиялық қасиеттері төмендегіше тәртіпте үйреніледі. Яки бірінші, теректің қайсы тұқымасқа тиесілі, қайсы туысқа, қайсы түрге тиесілігі бұл жерде үйреніледі. Әрбір тұқымас туыс түрлердің русша, өзбекше, қарақалпақша әмде латынша атамалары келтіріледі. Ағаш бұталарымыз үйренгенімізде. Кеңінемізде терек бұталардың таби ареалы һәм оның өсу орынлары жақында үйреніледі. Мысалы, біздердің қалыптасқан шариғатында біз мәлімет терек бұтаны естіп, бізге интродукция етпекші болса, ол теректің отаны хақында жақында біз мағлұматқа ие болуымыз керек. Ол жақта шариғат қандай шариғатта өседі, шорда, ағалда, ол мысалы өсушілігі қандай болады, демек ағалыққа мүдәжілігі қандай болады, әмес үйреніледі, бұл шариғаттың. Кейінгісі, терек бұталардың морфологиялық характеристикасы, яки бүйірде бәлентігі, қабығы, жапырақтардың, гүлдердің формалары, мейвелердің формалары жақыннан үйреніледі. Демек, кейінгісі, тоғай көпірін жалғастыру һәм халық қожалығындағы ахметі үйреніледі. Бұл жерде қандай терек түрлеріміз өзі көркем ағашлар болып, әмде сол санат бап ағашлар болып бөлінеді. Бұл санат бап дегендеріміз біздердің ақтерек, тораңғыл ағашларымыз болса, көркем ағашларымыз бұлар, мысалы катауха, язен. Бұлардың енді халық санатында пайдаланатын, халық қожалығында пайдаланатын ағаш түрлеріміздің демек крона, яки өзінің ағашлық базасы бізге мұқтаж болды. Яки көркем ағашларда ондай болмайды, бұларда сол бойы паскелтіктен бірнеше бақанаға бөлінген болады, әмде жақсы сұлу зонтик тәрізді болып, өзінің шақалауына ие болады. Кейінгісі экологиялық қасиеттерін үйреніледі, яки қандай олар ыстығашта ағалыққа мұқтаж вә жақтылыққа, топыраққа, самалға мүнәсебет һәм терек түрлері үйреніледі. Кейінгі слайдымызда демек ағаш бұталарымызды селекциялық бақылау.
біз мәлімді терек түрлерін үйрену үшін барғанымызда, олар тоғайларға барғанымызда біздер бұл теректерді көріп, мысалы қандай селекциялық бақылауында плюслы терекке, нормал теректерге, әмде минуслы теректерге бөлінеді. Әлбетте плюслы теректеріміздің бері характерикасы берілген, әммесі оны біз аңлаттықпыз. Плюслы терек дегеніміз демек ең жақсы терек. Ең жақсы дегеніміз денесі, бойы, ең бірінші бойы бәлем, кеселленбеген, зияланбаған денесі, бағанасы бізге керек болатын бәрше, мәселен ағаштың орғылары туры, жақсы гүллеген, жақсы мүйелеген. Нормал дегеніміз осы плюслы терекке жақын болады, сонда өсушілігі, әмме несі бойынша, демек қасиеттері бойынша плюслы терекке, нормал терекке жақын болады. Ал минус терек дегеніміз, демек кеселленген, зияланған, қураған, жақсы үлкен қураған өсімдік түрлеріне бөлінеді. Демек, береді біз ең бірінші жасты мәселен тоғайшыларымыз білуіміз керек, осы теректердің селекциялық бақылауы. Демек, бұл жерде кейінгі слайдымызда мысалы, сол мысалларда жүз беретұғын осындай антогенез яки дәуірлеріміз, бұл ең бірінші мысалларда туылады, балағат жасы болады, оқуға барады дегенде, тереклерде де сондай болады, яки антогенез деген грекше демек, онтос барлық генез пайда болу, келіп шығу деген мәні алынады. Организмнің туу уақытынан бастап өмірдің ақырына шейінгі барлық өзгерістерін алатұғын индивидуал рауаждану. Бұл атама әр нәрсеге тарапынан ұсыныс етілген. Бірінші демектері слайдымызда тереклердің антогенез дәуірі әмме формасы жайланғанында. Бұл суретке келтірілген. Тұқымды яки эмбрионал дәуір деген сол ана теректе, мысалы нәр болса, сол нәр тұқымы ана теректе рауажланып бастағаннан уже дәуір басталады. Бұл дәуіріміз эмбрионал дәуір деп аталады. Ол тұқымлар теріп алынды, жетілді, тұқым теріп алынып, олар егілді. Егіліп болғаннан соң, егілгеннен соң, топыраққа түскеннен соң, оның өніп шығу дәуірі, әммесі бұл ювенил дәуірі. Кейінгісі вегенал дәуір дегеніміз сол жапырақтардың пайда болуы, яки фотосинтездеуші органдардың пайда болуына менен басталады. Генератив дәуір. Көп генератив дәуір дегеніміз көп ағаштарды 6 жылдан соң пайда болады. Ең кеш генератив дәуіріне кіретін терек түрлерімізден бар. Әлбетте олар 12 жылдан соң кіретін терек түрлеріміз бар. Генератив деген дәуіріміз бұл тереклердің генератив органдарының пайда болуы менен басталады. Бұл дәуір тереклердің балаға ер жеткендігін білдіреді. Шаңланады, тұқым пайда етеді, мүйе пайда етеді, өзінен демек нәсіл қалдырады. Тереклерде болатын тыным дәуір деген болады. Әр жылы болады тынымдар. Оны мысалы білу мүмкін. Қыс маусымында яки ноябрь айларында тыным дәуіріне кетеді. Шірәтілген тоқтайды, шақалар морт болады, әмде келесі март айынан бастап, және сол оянып, өзінің дәуірдің несін бақылау жүргізеді, яки шірәтілген пайда болады, бөртік, жапырақ, мүйе деген. Қартаю дәуір, бұл деген теректеріміздің мәлім бір өзінің өніп шығып, тұқымлану, репродуктив қасиеттерін өтеп болғаннан соң қартаю дәуірі басталады. Қартаю дәуірінде қандай? Терек ең бірінші белгілері пайда болады, аз гүлбейді, аз мүйелейді, мүйелері кіші болады. Әмде сол өзінің демек қартайған дәуірін білдіреді. Көп енді мүйелі ағаштарымызды көп білгенбіз. Мүйесінің өзінде парк береді, назасам қашады, тамырлы болып кетеді.